құрметті ата-аналар, сіздермен әдеттегідей Мира Мерекеновна. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіз деймін. Бүгін мен сіздерге оқу кез курсында көркем жазуға неге ерекше көңіл бөлетінімізді түсіндіріп өткім келеді. Негізінде көп жағдайда ата-аналар жазуға байланысты мынадай қиындықтарға байқайды, қиындық байқайды, соған кездейсоқ не істейді, кездесіп қалады. Қандай ол қиындықтар? Ол бала тез шаршайды, әріптер біркелкі емес, жазуы жаңа өзін жазуын оқи алмайды, дәптерін таза ұстай алмайды, шимай шатпақ болады дәптері. Бұл негізі баланың ұқыпсыздығы емес. Бұл қол, көз және ми бір ретінде жұмыс істемеуінен болатын бұл дүние. Сондықтан оқу кез курсында біз көркем жазу және әдемі жазу ғана емес, баланың зейінін, ұқыптылығын және қол моторикасын дамыту туралы ретінде өтілетін бұл сабақтар болып саналады. Сабақ әрдайым өзі қолды жазуға дайындаудан басталады емес пе? Алдымен қарапайым саусақ жаттығуларын жасаймыз, бұл де бір 2-3 минут уақыт алады. Бұл жаттығулар қолды босатады, кернеуді азайтады, ұзақ жазуға дайындайды баланың қолын. Бала сонда тезірек өзі қызығады. Ана жаттығулар жасаған соң өзі жазғысы келеді, бәрін қызығушылықпен қарайды соған. Және келесі кезден ол бізде сызықтар мен ілмектер. Біз бірден әріп жазуға асықпаймыз. Алдымен тік, сосын көлбеу, дөңгелек сызықтарды үлгі бойынша жазып бастаймыз. Бұл кезеңде баланың қол қозғалысы реттеледі, қаламды дұрыс ұстауға үйренеді. Одан кейін әріп элементтерін, содан кейін ғана біз әріп элементтерін жазуға көшетін боламыз. Ол әріп бөлек, баяу, саналы түрде жазылатын болады. Жылдамдық емес, дәлдік маңызды. Ол келесі қадам бізде әріптерді қосып жазу болып табылады. Жаңағыда көріп тұрғаныңыздай. Бала өз жазуын көріп, қанағат сезімін алады. Бұл жаңағы жазуға деген ішкі мотивацияның қалыптасуы болып есептеледі. Біз осы оқу курсында баланы асықтырмаймыз. Тағы да айтып кететіндей, басқа да балалармен салыстырмаймыз. Әр бала өз қарқынымен дамитын болады. Және біздің жалпы өзіміздің негізгі мақсатымыз ол баланың жазуға деген сенімін арттыру және таза, анық жазуға үйрету. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздермен болған Мира Мерекеновна. Оқу кез курсында көркем жазу ұқыптылық пен зейінге негіз болатын сабақтардың бірі деп мен айта аламын. Біздің сабақтарымызға қош келдіңіздер деймін. Ары қарай жұмыс істеуге үлкен үлесімді қосқым келетінімді айтқым да сіздерге жеткізгім келеді. Назарларыңызға рахмет.